Бәріне сәлем. Бүгін біз идеальный дрожжевой қамыр жасаймыз. Ол үшін бізге 1 стакан сүт, 1 стакан ыстық су, 1,5 ас қасық қант, 1 ас қасық дрожж жақсылап тұрып араластырамыз. Және де 20 минутқа қойып қоямыз. Дрожжы көтерілу керек. Дрожжы көтерілгеннен кейін 50 грамм сұйық май құямыз. Екі щепотка тұз саламыз. Онда ситадан өткізіп 850 грамм плюс-минус саламыз. Жақсылап тұрып елейміз. Сосын оны целлофан астына, үстіне орамал жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Бір көтерілгеннен кейін басып, екінші рет көтерілгенін күтеміз. Екінші рет көтерілгеннен кейін бауырсақ, пирожки, булочка пісіре берсеңіздер болады. Мен бүгін пирожки пісірдім. Ішіне капуста салып, өте дәмді болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар.